Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгін сіздерге компьютерге немесе ноутбуктың жұмыс үстеліне WhatsApp вебті және Telegram вебті қалай орналастыру жөнінде түсіндіріп өтемін. Мінекей мен Google Chrome'да аштым. Қазір WhatsApp веб деп мына жерге жазамын. WhatsApp веб. Мінекей жаздым. Мінекей WhatsApp веб шықты былай, ағылшын тілінде. WhatsApp вебтің үсті чертіп қалған кезде бізде мынадай парақша ашылады. Бұл QR-дің парақшасы. Қазір QR-дің парақшасына мына көрдіңіздер ме? QR-дің парақшасында қазір мен сол жерге телефонымдағы WhatsApp-ты ашамын. Телефондағы WhatsApp-ты ашып, оң жағында, жоғары жағында 3 нүкте тұрады. 3 нүкте конфигурациясы. 3 нүктені басып, ашқан кезде новая группа, новая рассылка, WhatsApp веб, избранное сообщение деп тұрады. Соны WhatsApp веб дегенді басамын. Басқан кезде WhatsApp вебтің сайты ашылады да, жоғары жағында, оң жақта қосылу деген таңба тұрады. Сол қосуды басып, QR-ге жақындатқан кезде бірден WhatsApp вебтің беті ашылады. Кәнеки көрейік. Мінекей көрдіңіздер ма? Мінекей WhatsApp вебтің беті ашылды. Мінекей бұлай отырып, сіздер кез келген медиа файлдарды, хабарландыруларды, хаттарды осы WhatsApp веб арқылы жаза бересіздер. Құрметті әріптестер, достар, біз әрі қарай жалғастырамыз сабағымызды бүгінгі. Telegram вебті қалай орналастыру керек? Telegram веб деп біз қазір Google Chrome сайтына жазамыз. Telegram веб. Жаздық. Мінекей Telegram веб ағылшын тілінде шықты. Енді осыны біз басып, мінекей мынандай парақша ашылды. Россия дегеннің орнына өзіміздің еліміз Қазақстан жазамыз. К әрпін терсек, Қазақстаннан басылатын әріптердің К-тан басылады. Мінекей Қазақстан, Қазақстанды бастық, басқаннан кейін бізден нөмір сұрап. Телефон әрқайсымыз өз телефон нөмірімізді жазамыз. Enter'ді басамын. Enter'ді басқан кезде, мінекей, сіздің номеріңіз дұрыс терілген бе деген жазу шықты. Окей, дұрыс терілген. Енді мінекей, сіздің телефоныңызға код келеді. Әркімнің өзіне жеке код келеді, әр телефонға. Неге бұлай код сұрайды? Өйткені біздің қауіпсіздігіміз үшін. Жеке кодымыз арқылы телефонға кіреміз. Мінекей, мен телефонды ашып жатырмын. Аштым. Үстіңгі жоғарғы жағында Telegram бетін ашамын. Telegram бетін ашқанда Telegram деп тересіз. Telegram деп терген кезде Telegram поддержка деген бет ашылады. Соның ішінде сізге код подтверждение, код келді. 62-793 мен қазір теремін. 62-793-ті 62-793 терді. Мінекей, менің Telegram бетім бірден ашыла қойды. Енді осы беттен мен не істеймін? Кез келген ұнаған маған парақшаға тіркеліп, осы жерде мысалға міне врачи онлайн дейді, тіркеліп қойға болады. Фаворит школы, мінекей. Фаворит школаға тіркеліп қойсаңыз, сіз өзіңіздің ай сайынғы айлығыңызды дұрыс есептеу туралы көмек аласыз. Мінекей осылай Telegram вебте де видео файлдар немесе хабарландырулар жазып белсенді отыруыңызға болады. Мінекей, мен мына бір үлгіні көрсетіп өтейін. Мына жерде конференцияға шақырып тұр, Telegram вебті де, WhatsApp вебті де осылай жұмыс үстеліне конференция алдында тез-тез орнатып алсаңыз, конференцияға кіру өте оңай. Мінекей, мына бетті подключиться конференция зон. Басып қалсаңыз, үстіне шертіп қалсаңыз, олай сізге конференция беті ашылады. Мінекей, осылай конференцияға қатысуыңызға болады. Мына жерде включить видео дегенді бассаңыз, сіздің бейнеңіз конференцияға шыға келеді. Мінекей, осылай
WhatsApp және Telegram вебті жұмыс үстелінде орнатып, тиімді жұмыс істеуге болады екен. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.